Сәлем баршаңызға. Бүгін кілегейлі балмұздақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен сливкемізді ыдысқа құйып, оны жақсылап местерлеп ұлғайтып алатын боламыз. Ұлғайғаннан кейін үстіне қоюлатылған сүтімізді құйып, тағы да араластырып жіберетін боламыз. Дайын болған массамызды формаға құйып, оны морозилкаға салып қатыратын боламыз. Морозилкаға қату үшін 1 түнге қойып қоятын боламыз. Міне осымен балмұздағымыз дайын болды. Өте дәмді, бір жасағаннан шыға келетін кілегейлі балмұздақ. Видеоны лайк басып бірге кетіңіздер. Сіздермен болған Сымбат.